жар, жырау, жыршы. Жыр көне түркі тілінде ер. Поэзиялық шығармалардың жалпы атауы. Көне түркі тіліндегі ер сөзі қазіргі поэзия терминінің мағынасында қолданылған. Бұл атау дәл осы мағынада қазіргі қарақалпақ, қырғыз, ноғай, балқар, татар тілдерінде әлі күнге дейін қолданылады. Қазақтың халық поэзиясындағы 7-8 буынды өлең өлшемі поэзиялық шығарма жанры. Қазақтың ауыз әдебиетіндегі батырлар жыры, тарихи жырлар, лиро-эпостық жырлар, жоқтаулар, жыраулар поэзиясы, толғаулар, термелер түгел дерлік поэзияның осы өлшеміндегі үлгісінен құралған. Жырау өз жанынан шығарып, жыр айтатын және эпикалық дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының өкілі. Жырау атауы жыр сөзінен туындайды. Дәстүрлі қазақ қоғамында жыраулар халықтың рухани көсемі, қоғамдық қайраткері рөлін атқарды. Жырау жаугершілік заманда жорықтарға қатысып, батыр, қолбасшы бола жүріп, ел қорғау, азаматтық тақырыптарға арналған өлең жырлар туғызған. Жырау деп атақты Бұқар жырауды, Қазтуған жырауды атауға болады. Жыршы жыр айтушы, таратушы. Жыршы жырды домбыраның не қобыздың сүйемелдеуімен, мақаммен, әнмен айтады. Сондай-ақ эпикалық шығармаларды да орындайды. Олар бұрыннан белгілі халық дастандарын, поэмаларды айтып таратады. Кейбір жыршы өз жанынан да өлең жыр шығарады. Жыршыны халық ақынмен, әншімен, шешенмен қатар қойып қадірлеген. Қазақта Айса Байтыбанов, Мұрын Сеңгірбаев, Нұрпейіс Байғанин сынды нағыз танымал жыршылар болған.